республикалық қатыгездіксіз және зорлық-зомбылықсыз балалық шақ ақпараттық науқаны аясында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы филиалының Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты базасында қоғамда, отбасында және мектепте зорлық-зомбылық пен зорлық-зомбылықсыздықтың принциптері тақырыбындағы облыстық семинар өткізілді. Семинардың мақсаты балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесіне қоғамның назарын аудару, балаларға қоғамда, отбасында және мектепте қатыгездікпен қарауға теріс көзқарасты қалыптастыру. Семинар жұмысына әйелдер ісі, отбасы және демографиялық саясат бойынша бас инспектор Хон Ақмарал Рахметуллаевна, Ақтөбе қаласының әйелдер құқығын қорғау орталығының заңгері Изимбетова Раиса Амирадиновна, облыстық ғылыми тәжірибелік орталықтың әдіскері Жақсыбаев Нұркен Абдразакович, кәмелетке толмағандардың бейімделу орталығы директорының орынбасары Есенгужина Ұлғаным Ибрагимовна және кафедра меңгерушісі педагогика ғылымдарының кандидаты доцент Дүйсенбаев Абай Қабақбаевичтар қатысты. Семинарға қатысушылар балаларға қоғамда және отбасында көрсетілетін зорлық-зомбылықтарды жою және тұрмыстық жағдайдағы қатыгездікті болдырмау жолдарын жан-жақты талқылады. Семинар жұмысы барысында психология ғылымдарының кандидаты Сансызбаева Қарлығаш Зарлыкна және кафедра оқытушысы Сеткереева Ғалия Аманбердиевналар семинарға қатысушылармен ақ лента психологиялық тренингін өткізді. Семинар жұмысының қорытындысы бойынша қатысушылар өткізілген шараның маңыздылығын атап өтті және отбасында, мектепте алдын алу, түзету, оңалту әрекеттері арқылы балалардың өміріне жауапты адамдардың кәсіби, тұлғалық және мәдени ресурстарын жұмылдыру қажеттігіне назар аударды. Семинар жұмысы тренер Тоқпасова Айжан Серікбайының жетекшілігімен адамгершілік мейірімдерін жүректен жүрекке жеткізумен аяқталды.